Медицина тарауында халықаралық бірге ислесулердің көлемі жыл сайын артпақта. Бұл ең алдыменен рауажанған мемлекетлердің тәжірибесін үйрену, медицина қызметкерлерінің теориялық һәм әмели білімлерін жоғарлату имканиятын беріп, халықтың саламатлығын бекемлеуде оғада ахметлі. Бұл бағдарда Қарақалпақстан медицина институты бүгінгі күнге келіп, дүнияның 20-дан астам мемлекетлері менен бірге ислесіп жатыр. Медицина тарауы жақсы рауажланған 20-дан астам мемлекетлер, 30-ға жақын халықаралық шөлкемлерменен ислесуді жолға қойған Дәргай жамаатының профессор-оқытушылары һәм студент жастары бүгінгі күнде гирудотерапия бойынша өз білімдерін жоғарлатып жатыр. Бұл үшін Санкт-Петербург мемлекеттік педиатрия университетінің профессор-оқытушылары қамтып алынған. Олар 20 күн дауымында халықтың саламатлығын бекемлеуде табиғи ұсул сыпатында жақсы нәтиже беріп кетірген гирудотерапия менен емлеу бойынша өз білімдерін бекемлеуде. Қазіргі күнде адамларда химиялық дәрілік затлар менен емлеуден басқа халық медицинасында қолданылатын ұсулларға үлкен ітібар беріліп жатырды. Соның есебінен адам организмдегі әрқилы кеселдіктерге, қайсы кеселдіктерге қолдануын терең халықаралық стандартларға сәйкес түрде бұл курсты үйрендік. Курсымыз давамында біздерге алған білімлерімізді ендігі уақытта осы Қарақалпақстан Республикасында келіп шығып отырған дәрілік затларсыз емлеу, сонымен бірге халық медицинасында қолданылатын ұсуллар арқылы емлеу бойынша осы Қарақалпақстан Республикасында келіп шығып отырған кеселдіктерге алдағы уақытта қолдануды мақсат етіп отырмыз. Көпшілік бұл емлеу ұсылы лимфа жолларындағы қанды сорып алуға байланысты деп ойлайды. Бұл да дұрыс, бірақ гирудотерапиядағы 70-ге жақын элементлердің пайдасы көп қана кеселіктердің алдын алуға һәм емлеуге жәрдем береді. Сол үшін бұл емлеу ұсылын халық арасында көбейту керектігіне айрықша тоқталды. Өз білімлерін бекемлеген Дәргай жамаатының профессорлары һәм шпакерлері Россиялы мейманға өзлерінің миннеттаршылығын білдірді. Наша кафедра реабилитологии Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета проводит обучение здесь. Мақсатымыз бұл оқу орнындағы профессор-оқытушылардың һәм шпакерлердің білімлерін жоғарлату. 20-ға жақын тарау иелеріне гирудотерапия хақында үйретіп бардық. Бұл емлеу ұсылы тикарның қан басымы, артрит, бауыр, қан қоюланғанда гинекологиялық кеселдіктерде кеңінен қолданылады. Сондай-ақ косметологияда да жүда пайдасы көп. Емлеу процесіндегі тикарға қағидаларды үйретіп бардық. Гирудотерапияны профилактикалық емлеу түрі сыпатында қолданған мақұл, әлбетте шпакерлердің көрсетпесіне муапақ. Сол үшін да бұқаралар бірінші шпакер тексеруінен өтіп болған соң емленудің әйне ұсы табиғи ұсылынан пайдалануына болады. Ең текарғысы бұндай тәжірибе алмасулар тарау иелерінің әмели көлікпелерін рауажландыру имканиятында беріп жатыр.